жолайды дем татқасар сіздерге жоқ деп жауап береді айым. Сол ауладан апарық ешкіні еші көреді, бұл ешкінің ішеден сөзі бар ма деп еді. Көрмесіз бе отақсыр өріске де бара алмай шаққа тұрған жүрегі, сүт қайдан болсын байғұста өзі қасар деп еді айым. Пайғамбарым Мұхаммед рұқсат сұрап есінен көрейін деді, мен сауып, әрине сауып көріңіз, аларсыз одан не тауып. Ешкінің сипап шалынан бисмиллахир-рахманир-рахим деп желеңге қол салып, енді көрші Алиға ешкіні деді сен сауып. Сонда әйел қол салса желеңге кеткен сүт толып, сипау менен ешінің бұл ешкіге құт қонып, атихадымға түсінбей тұрады бұған таң қалып. Сабады қасыр ешкіні қоланады сыналып, сонда еші пайғамбар ішектеді бір қанып. Жиналып ішті барлығы сүтке әбден тойғанша, алма кезек ауысып шөлдіртіпті қанғанша, тағы сауып толтырып атихаға береді. Жолаушылар кеткен соң үйдің есі келеді, бөлмедегі адасқан толғандар сүтті көреді айым. Бұны қайдан алдың деп атихадан сұрайды, айтып берді әйелі керемет болған жағдайды. Төрт ұлғасын айтшы деп ешіні сұрап қоймайды. Орта бойлы нұр жүзді, қою қара қасы бар, қалың бұйра шашы бар, көрмедім бұрын ондайды. Еске сала көзіне елес көп еші келеді, әйеліне қуанып ол еші деп сенеді. Мен көргенде көзіммен әйелі өкіне береді, оған иман келтіріп жанын айырып көмекші кетер едім деп еді айым. Сонда әйел тағы да бұл ешкіні соймаңдар, қолданыңдар малданып, бекерге сойып соймаңдар, берекелі болады деп айтты деді